Қайырлы күн, төраға, жиналысқа қатысушылар. Менің өзімді таныстыра кетсем, Тәменов Нұркен Жарылғасұлы боламын. Қалалық мәслихат депутатымын. Осы шақырылымда депутатта бірінші депутат болып жатырмын. Енді жұмыс сайлау алды бағдарламада көрсетілгендей, мен 17, 18, 18-ші, 19, 20, 20-ші шағын аудандарда сайлаушылармен әрдайым өзім кездесіп тұрам. Солардың араларында көп көтерілген мәселелер жаңа микрорайондардағы именно мектеп мәселесі, балабақша мәселесі қазіргі таңда өзекті мәселелердің бірі. Сол бойынша тағы бір мәселелердің бірі мына жаңа микрорайондардағы шағын аудандарға көлік қатынастарының жоқтығы. Көп сұрақ болып көтерілген. Именно мына 20-шы шағын аудандарға жүретін автобустардың мемлекеттік көтерілетін, олардың интервалының жоғарылығы 1 сағатқа шейін күтіп қалады. Қазіргі таңда сол мәселелерде осы депутаттық сауалмен осы фракцияда әкімшілікпен кездесе отырып, сол мәселелер бойынша именно 18-ші шағын аудан, 20-шы шағын аудандарда автобустардың жүрісін қазіргі таңда жарты сағатқа дейін қазір қысқарттық уақытын. Қосымша автобустардың маршруттарын аштыруға себебін тиді. Сосын 18-ші шағын аудандағы 13 үйдің газбен қамтамасыз ету, 19-ші шағын аудандағы 35-ші үйде 45-ші үйлерге әлі газ беріле қойған жоқ, бірақ құжаттарын рәсімдеуге қазтрансгаз аймақ солармен жұмыс жасап жатыр. Енді тағы бір шешілген мәселелердің бірі сол 45-ші үйлердегі енді үй салу мәселесінде көп проблемалар бар. Басында проектпен басталады, артынан қосымша өзгерістер енгізеді. Соған мысалы сол 45-ші үйдің ең соңғы подъездінде мысалы лифті қарастырылмаған. Сол лифтіні сол бір айдың төңірегінде орналастыруға өзім сол басынан бастап қадағалап, соны орналасып, іске қосылуына өзім бір кісідей сол жерде атсалыстым. Қазіргі таңда сосын әкімшілікпен және де қала әкімімен кездесулердің барлық осы өзіме қатысты шағын аудандарға, қала берді басқа да шағын аудандардағы сол мемлекеттік қызметкерлермен кездесу, халықпен кездесу барысында солардың барлығында бірге кездесу өткіздік. Ең үлкен мәселелердің бірі қазіргі таңда мына КСК мен ОСИ-дің жұмыстары. Енді ол бойынша қала әкімі және де прокурорлар застройщиктермен біздің осы Ақтау қаласының барлық нелерімен кездесу өткізді. Бұл жерде де тапсырма көп берілді. Неге десеңіздер, үйді салғаннан кейінгі үйдің астындағы барлық инфраструктураның барлығы мемлекеттік құзырлы органдарға уақыт берілмейді. Ол берілмегеннен кейін ол жерде апаттық жағдайлар орын алған уақытта біздің коммунал көрсететін барлық мекемелер қызмет көрсетуге ешқандай құқысы жоқ. Сол кезде сол барлығы берілгенге дейін уақытша үкіметке өткенге дейін пока үйді салған салымшылар, застройщиктердің өзі аварийный бригада ұстауға тапсырма берілді. Осы қыстан қалай аман шығамыз деген ең үлкен жұмыстардың бірі осы ауқымды сол жұмыс деп есептеймін. Енді басқа да кездесулер бәрі жүріп жатыр. Сосын ең үлкен мәселелердің бірі қазіргі таңда жаңа микрорайондардағы ішкі жолдардағы қазіргі таңда белгілер жоқ. Апаттық жағынан микрорайонның шағын аудандардың ішіндегі апаттық не бізде көп орын алып тұр. Мен Астана және Ақтау қалаларының тұрғындар санымен және де болып жатқан апат микрорайон қаланың ішінде болып жатқан апаттық деңгейге қарайтын болсақ, біздің көрсеткішіміз өте жоғары. Апаттық деңгейіміз именно машиналардың соқтығысуы Астана қаласымен салыстырғанда, адамның тығыздығымен барлығымен салыстырғанда ол өте бізде айтқанда қуантарлық жағдай емес. Бұл дегеніміз өзіміздің айтқанда жүргізу мәдениетіміздің өте төмендігі деп мен түсінемін. Сондықтан именно мына жаңа салынып жатқан шағын аудандардың ішіне знактарды жүріп жатқанда белгілерді қою керек деп есептеймін. Неге десеңіздер, кім қайсысы тіке жүру керек, не жүру керек, сондықтан ана жерде жүргізушілерге өте қолайсыз жағдайлар, сол жерде апаттық жағдайлар көп орын алып тұр. Басқа да жұмыстар жасалып жатыр. Енді өзім үшін мұнай саласында көп жұмыс өтілім бар. Маңғыстаудағы ең үлкен жұмыссыздық мәселесі бойынша біздің мекемемізде бір кісіге атсалысып жатыр. Қолымыздан келгенше адам санымыз шектеулі. Дей тұрғанмен де мына жұмыспен қамту орталығымен келісе отырып, өзімізде ашылған вакансиялардың барлығын пайдалана отырып, соңғы 2 жылда
50-ге тарта адамды біз жұмыспен қамтамасыз еттік. Рахмет, сұрақтарыңыз болса. Шынын айтқанда, жаяу жүргіншілерге өте қолайсыз жағдай жасалған деп есептеймін. Тем более жаңағы именно мына балалары коляскамен жүруге, не жүруге ешқандай. Біз кеше сол соңғы кездесуімізде 19 шағын ауданда әкіммен және де сол барлық нелердің басқармаларымен 4 үлкен осы біздің салынып жатқан үйлер, әлі берілмеген үйлердің листімен бәрін аралап шықтық жаяу жүргіншілерге. Сол жерден енді барлық нелерге тапсырмалар берілді. Енді оған уақыт керек те шығар. Бірақ дей тұрғанмен де негізі сапалы қызмет көрсететін нелерден біз енді былай айтқанда сұрап бастауымыз керек те. Көріп жатырмыз. Иә. Кеше сол үшін әкім соған 19 шағын ауданға барып шықты. Иә. Дұрыс айтып отырсыз. Анализ жасағанымда айтып отырмын, бұл біздің неміздің Астана қаласында мысалы 2,5 миллион адам болатын болса, Ақтауда 270 мың адам болатын болса, ДТП-ның Астанада болуы 24-ші жылғы тек қана қаңтар айына 30 ДТП болған, Ақтау қаласында 48. Ол халық саны мен техника санын есептейтін болсақ, бұл біздің көрсеткішіміз өте төмен жағдайда деп айтуға болады. Енді мен ол мәселені құзырлы сол қабылдайтын адам кісілердің несі бар, бірақ кеше әкім айтқанда, бұл 19 жылдың әлі нелері қабылданған жоқ деп халыққа не берді. Бұл бойынша да депутаттық сауалдар тағы да жолданады әкімшілікке, нелердің барлығы. Мен енді депутаттық сауал есебінде 6 депутаттық сауалмен жұмсадым, оның 5-еуіне жауап келді. Бірақ енді кейбіреулері шынын айтқанда депутаттық сауалдарымыздың несі адресіне болмаған жерлеріміз болды. Басқа отделдердің жауап беретін деген сияқты. Сондықтан жалпы сосын депутаттық сауалға келу уақыты шын айтқанда өте не келеді, ұзақ. Бірақ мен депутаттық сауалдан гөрі сол проблеманы көтерген адамның өзімен кездесіп шамамыз келгенше сол микрорайондың осы белсенді, шын айтқанда белсенді азаматшалары бар. Солармен телефонда сөйлесіп жағдайларын біліп сұрап отырамыз. Көбінде сөйтіп тікелей жұмыс жасап отыр. Мен жаз бойы шынын айтқанда 19-ші микрорайон 14-ші үй дейтін болды. 14-15 баяғы самұрық қазынаның несін салған. Вот мен сол жаз бойы шынын айтқанда сол именно сол жерде судың мәселесі дейтін өте өзекті мәселелердің бірі болды. Сосын ол жерде кілең жалғызбасты аналар, мемлекетте қызмет көрсететін қызметкерлер, олардың шағымдарының барлығы именно канализационный немен су мәселесі болды. Су үшін постоянно су бармайды, неге десең қасында үлкен үйде насоспен сорып алған, анаған су бармайды деген көп нелер болды, шағымдар. Сол кезде соның ішінде жаңағы өзім Ілияс дейтін бір жігіт болды, сонымен прямой контактіде отыр жұмыс жасадық. Сосын 19:45 мысалы Әсел дейтін өзіміздің қарындасымыз бар. Сол 19:35, 19:45-тің ішіндегі барлық өзекті мәселелердің бәрін сол әкімге, маған бірге жазып, бірге шешіп отырдық. Ол кешегі сол әкімнің баратын бір проблемный үйлердің бір сол рахат тұрғын үй. Оның арасындағы автотұрақ, жүріп жатқан коммуникация, интернетный кабель дұрыс жасалмай кеткен, застройщиктің көп нелері бар, проблемалары бар. Автобус мәселесі бойынша 20-ші шағын аудандарда болып жатқан нөмірі 6-шы, нөмірі 8, нөмірі 9-шы, бұл жоспарда бар зат, бірақ солардың интервалдарын қысқартып, қазіргі таңда 1 сағаттан жарты сағатқа шейін уже несін шығарып, өз жемісін көрсетті.